жаңартады үйіңді, тазартады киімді, жолына да тиімді, не дейді бұл бұйымды? Дұрыс, щетка. Щетка сөзі қай дыбыстан басталады? Бірге айтайық. Ш, ш, ш. Ш дыбысын айтқанда екі ш дыбысы айтылады. Мынау ш дыбысының таңбасы, баспаша түрі, ал мынау жазбаша түрі. Ш дауыссыз дыбыс. Оны көк бояумен бояймыз. Есіңде болсын, ш дыбысы орыс тілінен енген сөздерде қолданылады. Қазақ тілінде тек ащы, тұщы сөздерінде ғана қолданылады. Ш дыбысы бар сөздерді есіңе сақта. Плащ, борщ, ащы, щи.